Мектеп білім алудың бастау көзі, ал білім арманға жетудің негізгі құралы. Арманға жету үшін білім мен дағды қажет, ал оны мектептен аламыз. Бұл сюжетте оқушылардың болашаққа деген көзқарасы, мақсаттары және мектеп өмірінің оларға қалай көмектесіп жатқаны көрсетіледі. Сізді мектепте көбісі үздік оқушы ретінде таниды. Сіздің осындай жетістікке жетуіңізге мектептің қосқан үлесі қандай? Менің өмірімдегі маңызды жетістіктерімнің негізі менің мектепте алған білімім мен тәрбиемнен бастау алады. Мен үшін мектеп тек қана білім ордасы ғана емес, мектеп бұл тәрбиенің және де жақсы қарым-қатынастардың ортақталған мекемесі. Әрбір мұғалім маған тек қана кәсіби білім беріп қана қоймай, дарынды оқушы ретінде тәрбиелеуге үлкен үлес қосқан. Және де мектептің ұйымдастырған түрлі тәрбие шаралары, дебаттар мен тренингтер арқылы біз өзімізді жеке тұлға ретінде қалыптастырып, өз көзқарасымызды қорғауға және де дамытуға дағдыланғанбыз. Және де мен өзімнің жетістіктерімді қысқаша айта кететін болсам, бұл менің 11 жыл бойы үздік оқып, осы жылы алтын белгіге мектепті тәмамдап отырғаным. Және де тағы да айта кететінім, менің білім жолымдағы үлкен маңызы бар жетістігім бұл 3 жыл қатарынан орыс тілі пәні бойынша аудандық және облыстық деңгейде орын алғаным. Жастарға деген мотивацияңыз? Мен жастарға өз мотивациямды Ахмет Байтұрсынұлының сөзі арқылы жеткізгім келіп отыр. Білім бұл құрал, білімі көп адам, құралы сай ұста секілді. Не істесе де келістіріп істейді. Яғни қазіргі заманда білімді адам әрқашанда алдында болады. Рахмет. Мектеп арманға апарар алтын көпір. Ізден, оқы, арманда. Себебі сенің болашағың өз қолыңда.